Жамбыл облысының тұлғасы Бейбіт Ыстыбаевтың жеңіп шығаны бәріміздің жеңісіміз. Осымен 6-шы жыл қатарынан ұйымдастырылған байрақты бәсеке елордадағы Сарыарқа велотрегінде өткен болатын. Онда еліміздің әр облысымен қатар Астана, Алматы қалаларынан іріктелген 34 палуан бабы мен бағын сынады. Аталған сайыста еліне 3 дүркін Қазақстан барысы атанамын деп уәде берген Бейбіт Ыстыбаев өзіне қарсылас шақ келтірмей туған өлкеге тай-тұяқты еншілеп оралды. Жеңімпазды баптап жарысқа бастап барған жаттықтырушысы Мақсат Мәзібаев болатын. 10 жыл бойы ұлттық құрама командадан алған тәжірибеміз бар. Сонымен дайындалдық. 2 жыл соңғы 2 жыл Құдайға шүкір еңбегіміз ақталып 2 жыл қатарынан барыс болып жатырмыз. Облыс басшысы Кәрім Көкірекбаев палуандарымызға өз сыйын білдіріп, топ жарған Бейбіт Ыстыбаевқа 5 миллион теңге, Айбол Айтбекке 1 миллион, Дәулетхан Жақыповқа 500 мың теңге қаржылай сый тартты. Айта кететіні, бұл жолғы бәсекеге жолдама алған 3 палуанымыз да жартылай финалда өнер көрсеткен болатын. Яғни бұл қазақ күресінің өңірімізде құлашын кең жайғандығын және де дәрежесінің жоғары екендігін тағы бір көрсетті. 3 аптадай оқу жаттығу жиынынан өттік. Бардық, күрестік. Қолдан келгенше Жамбыл облысының намысын қорғап, келесі жылы енді Алла қаласа деп сөйлейік. Жамбыл облысынан барып, қолдан келгенше енді Бейбіт ағамыздың жолын берсін дейміз. Қазақстан барысы осы барыстардың арасында ең жоғары дәрежеде өткен жарыс деп ойлаймын. Осы жарыс жоспарлардың бірі жаңа Қазақстан барысы болу. Бұл әрине әр барыс күрес жүрген балалардың жаңағыдай балуандардың арманы деп ойлаймын. Ендігі кезекте озық шыққан Бейбіт Ыстыбаев Қазақстан барысын қойып, әлем барысына барынша дайындалмақшы. Мақсаты жас палуандарға жол берумен қатар, әлем барысына кеткен есесін қайтарып, барша қазақ еліне жеңіс сыйлау. Мерей Байет, Ермек Кеншімбек, 7-7 Ньюс.